Қазақстанда спорт журналисті бар, комментатор Ермұхамед Мәулен деген. Несі ұнамай жатыр сізге? Ұйықтай алмай жатсаң, Манчестер Юнайтедтің ойынын қойып қой деген. Өте төмен, бізде жемқорлық әбден жайлаған, білесің. Ол трибунаға шығып ұрып, сондай нәрсе болып кетті датама. Бірақ Ямалдың соққан голына өте қуандым мен. Өйткені Ямалдың әрбір сөйлеген сөзі, болмаса жүрген жүрісі, басқан қадамы рекорд болып жатыр еді ғой. Роналдоның армиясы әлі мойындамайды. Ол өзі дүние екіге бөлініп кеткен ғой. Біреуі Роналдо, біреуі Месси деп. Құрметті спорт сүйер қауым, неге офсайд подкастының продюсерлерінің шешімі бойынша біздің подкастта букмекерлік кеңселер, арақ, шарап, темекі, немесе де басқа да денсаулықпен сіздің қаражатыңызға зақым әкелетін жарнама ешқашан болмайды. Егер де сіздер біздің ауқасы спорт қозғалысын қолдағыларыңыз келсе, каналды донатпен қолдауларыңызды сұранамыз. Біздің деректер осы видеоның сипаттамасында жазылады. Максимально тез жауап беруге әрекет жасайсыз. Лига чемпионов или чемпионат мира? Лига чемпионов. Ла Лига или АПЛ? АПЛ. А серия или Бундеслига? Бундеслига. Үлкен есеппен ұту или камбэк? Меніңше камбэк. Тотал футбол или тики-така? Тотал футбол ғой. Гвардиола или Клоп? Гвардиола. Хави или Неста? Хави. Модрич или Кросс? Екеуі де емес. Ди Мария или Салах? Салах. Рамос или Ван Дейк? Меніңше Рамос. Неймар или Азар? Неймар. Ибрагимович или Бензима? Ибрагимович. Куртуа или Касилис? Касилис. Виктор Вальдес или Тер Стеген? Тер Стеген. Левандовский или Суарес? Левандовский. Марсело или Дани Алвеш? Дани Алвеш. Кевин Де Брюйне или Месут Озил? Кевин Де Брюйне. Холланд или Мбаппе? Екеуі де емес. Екеуі де емес па? Харри Кен или Агуэро? Агуэро ғой. Гризман или Пол Погба? Пол Погба. Месси или Роналдо? Месси ғой. Ассалаумағалейкум футбол сүйер қауым. Бүгін бізде неге офсайдтың жаңа саны. Бүгін бізде қонақта Абитаев Марат мырза. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Сұрақтарға өте берейік. Сіз қай клубқа жанкүйерсіз Европада? Мен Европада Манчестер Юнайтедқа жанкүйермін. Ол бала кезімнен Манчестер Юнайтедқа жанкүйермін. Әлі сол Манчестер Юнайтедқа жанкүйермін. Сол жанкүйер болуыңызға не себеп болған Манчестерге? Манчестер Юнайтедке жанкүйер болу бізде анау Қазығұрт ауданында өзі бала кезде анау Өзбекстанда Яшьлар деген канал болатын тұғын. Сол каналда футбол көрсететін тұғын. Сол футболда Тоттенхэм командасы мен Манчестер Юнайтед ойнап жатыр. Бірінші таймда 3-0 ұтылып тұрады Манчестер Юнайтед. Екінші таймда 5 гол соғып, 3-5 есебімен ұтып кеткен. Сол кезден бастап мен футбол Манчестер Юнайтедтің жаңағы жанкүйерімін. Сол кезден бастап Манчестер Юнайтед жайлы жаңағыдай мәліметтер оқыдым, қаздым, үйттім, бүйттім. Мысалы үшін жаңағы білесіздер ғой, Барселонаның алаңында Nou Camp'те Баварияның қалай ұтқанын. Енді ұлы клуб қой енді Манчестер. Тарихи. Сэр Алекс Фергюсонның кезінде, мысалы үшін, 32-33 турларда уже Манчестер чемпион болып қоятын еді. Ал қазір мысалы көріп жатсыз Манчестердің ойынын, бұрынғыдай емес. Бірақ составқа қарасаңыз, бүйтіп подарка да емес та ана состав. Қазір Тен Хагқа не жетіспей жатыр? Енді бұл жерде анау Қазақстанда спорт журналисті бар, комментатор Ермұхамед Мәулен деген. Сол кісі өткенде бір сұхбатында айтып қалды. Диктатура болған командаларда, диктатор басқарған командалар кейін осындай құлдырау болады деді. Мүмкін сол шығар, енді білесің. Соның енді сердің несі қап кетті дейсіз? Қап кетті, Сэр Алекс кеткеннен кейін қаншама бапкерлерді ауыстырып жатыр, Жозе Морино келді. Енді Тен Хагқа биылғы тағы бір жылдық мүмкіндік берілді. Енді қаржылай жағынан Манчестер білесіздер өте бай. Қазіргі таңда, дәл қазіргі уақытта Манчестер Юнайтед әлемдегі ең қымбат клуб. Мысалы үшін Реал Мадрид ондай қымбат емес. Өйткені Сэр Алексің қалыптастырып кеткен бренді ол Манчестер Юнайтед. Сол себепті бірінші орында әлемде қазір ең қымбат клуб болып тұр. Биыл білесіздер, Манчестер Сити мен екеуі жаңағы Англия кубогын сарапқа салды ғой.
мен сол кезде негізі алдын ала білдім, өйткені Сити ұтатын шығар деп ойладым. Бірақ жоқ, өте жақсы ойнады Манчестер Юнайтед. Допты беріп қойып, сол жаңағы қарымта шабуылда анау. Андай, мен ойлаймын, Тен Хаг бір ойынға қатты дайындалады. Сондай. Бір ойынға қатты дайындалып, тренер. Тен Хаг негізі мен өзімнің жаңағы мәліметім бойынша бұл кімге еліктейді екен? Гвардиолаға. Енді шәкірті ғой оның. Иә, Гвардиоланың шәкірті, сол өзі арнайы сол Гвардиоланың стилінде ойнағысы келеді екен. Енді қазір Англия премьер-лигасы почти соның стиліне өтіп жатыр. Өтіп кетті, иә. Соның шәкірттері бір шетіне, тем более бәрі тақырбас. Иә, тақырбастардың бәрі ғұлама болды ғой. Иә. Сол. Ал енді қазір Европа чемпионаты басталған, уже аяқталайын деп жатыр. Ертең уже финал. Не деп ойлайсыз? Европа қазір мысалы, қазір болып жатқан Европа чемпионаты несі сізге ұнап жатыр, несі ұнамай жатыр сізге? Қазіргі болып жатқан мынау футболдан чемпионат өте қызықсыз. Іштен пысатын ойындар. Мысалы анау алғашқы мынау жаңағы топтық кезеңдерде кішкене қызықтау ойындар болды. Қазір байқасаң бәрі есеп болып кеткен. Кеше кімді айтты? Анау Англияның бір қорғаушысын айтты. 10 пастың 9-ын артқа қарай беріпті. Өзің ойынды көрсең кәдімгі ұйқың келеді. Анау Манчестер Юнайтедті кезінде кім басқарды ғой? Луи ван Гал. Сол кезде не шығып кетпеді ғой, прикол шығып кетпеді ғой. Ұйықтай алмай жатсаң Манчестер Юнайтедтің ойынын қойып қой деген. Сонымен ұйқың келе ма? Иә, ұйқың келеді. Кешегі Англияның ойыны сол айналып артқа береді. Меніңше қазіргі жастар футболды онша қарамайтын шығар деп ойлаймын кейін болашақта. Мысалы мен 98 жылдан бастап футболға қарап келемін да, телевизордан. Мысалы үшін Францияда өткен жаңа әлем чемпионатынан бастап қарап келемін. Одан бері жібермеймін. Мен мысалы маған ұнаған чемпионат 2010 жыл еді. Оңтүстік Африка Республикасында болған. Сол кездердегі футбол басқаша еді. Қазіргі футбол есеп. Сіз уақыт, сіздің кез, мысалы, сіз қарамайды деп жатсыз қазір. Сөзіңізді бөлдім. Енді қараң. Ол кезде футбол басқа еді. Не? Заман да басқа еді. Қазір заман да басқа, футбол да басқа. Енді қазіргі жастарға бәлкім сол ойындар ұнап жатыр. Көріп жатыр. Жоқ, енді ол өзің айтпақшы, қазіргі жастар бір футбол көргісі келіп көретін болса, меніңше лучше оларға теннис көрген дұрыс негізі. Өйткені менің балам футбол үйде жаңағы өзі приставкамен FIFA ойнайды, футбол көргісі келеді. Бірақ ол өсе келе көңілін қалады ғой, дұрыс па? Қазір қарасаңыз есеп болып кеткен. Мысалы 8 минут шабуыл жасайды екен де, 5 минут қорғанады екен. Бәрі есеп, өзіне керек есеп ұстауға тырысады. Тек қана есепке ойнайды. Жаңағы мынау пәлен жүгіріпті, мынау пәлен үйтіпті, бәрі математика болып кеткен. Схема бәрі. Футболшылардың бәрі Роберт. Мойындарына бір датчик іліп қойған, бәрі мынаяқтан компьютерден көріп отырады. Енді мен болашақта мен ойлаймын, бұл футбол өйстіп нөмірі бірінші спорттан түсіп қалмаса деп ойлаймын да. Жоқ, мен ол пікіріңізге қосылмаймын. Мен түсіп қалмайды футбол. Сол уже 100 жыл болып жатыр ма? 100 жылдан бері түспеген нәрсе болашақта да түспейді деп ойлаймын. Қызықсыз ғой енді футбол көру. Енді қызықты. Мысалы қазір бәрі де ондай емес қой. Англия мен Франция мен білмеймін, ананы адам құс жүреді ойынын көрсе. Европа чемпионатында мысалы қазір ойындарды көріп жатсыз өзіңіз бәрін. Қай команда сіз үшін андай жарқырап шықшы осы Европада? Енді мен бірден мынау Швейцарияны айтар едім. Швейцария енді бұрыннан ойнап келе жатқан команда ғой, бірақ дегенмен Европа чемпиондарын үйіне қайтарды ғой. Ойындары жақсы, мысалы үшін ішінде бір менмін деген бір жұлдыздары жоқ, командалық ойын. Кеше кім айтты, ұмытып тұрғанын қараңызшы. Бір Роналдо үшін осы турнирді жертва қылды деді ғой, кімді? Жаңағы Англияның, Португалияның бас бапкері барады ғой. Соғыны сынады ғой. Сантуш па?
соны сынады ғой. иә Бір Роналдо үшін осы Евро чемпионатты жаңағы не қылды, жаңағы не дейді? Жертва, орысшасы жертва жаңағыдай. енді құрбандық Қылды, иә, дұрыс айтасың. Құрбандық қылды. Өйткені Роналдоны ойынның басынан қойып қойды. иә Ешқандай оны алмастырған жоқ. Ана көрдіңіз, кеше пенальтиға дейін алып, ешқандай бір қауіпті сәт ұйымдастырған жоқ. Бір анау Мбаппелер сияқты жылдамдығы жетіспейді, жасы уже келіп қалған. енді ол Роналдоның несі жібермейді, характер деген нәрсесі, енді ол нәрсеге мысалы заменаға или заменадан кіру деген нәрсеге ол меніңше көнбейді ол қазір. Сол үшін иә дұрыс айтасыз, бір Роналдо. Енді мен ойлаймын 2026-ға барады деп отыр чемпионат мирға. И мен ойлаймын бармағаны дұрыс. Неге десеңіз, тағы бір жас көз азаяды да. Барғанмен тағы жылап келеді да. Тен Хаг оны не үшін қуып жіберді деген мәселе ғой. Сол дұрыс. Не Тен Хаг дәлелдеді, не үшін қуып жібергенін дәлелдеп берді. Ал қазір білмеймін, ойбай Роналдодан көп нәрсе күтіп жатыр да. Болды, оны қою керек, оны жіберу керек. Ол уже істейтінін істеп берді. Болды, сенен разымыз деп оны жіберу керек. Ал әлі андай бізде армия екі бөлінген ғой, Месси, Роналдо деп. Роналдоның жанкүйерлері одан әлі күтіп жатыр да, бірдеңе істейді осы деп. Енді шалдан не күтіп аласыз? Білмеймін. Қазақтың бір сөзі бар ғой, анау. Не аттан түссең де жаңағы егерден тақтан түспе дегендей ғой, егерден түспе дегендей ғой. Енді Роналдонікі сол ғой, былайша айналып келгенде. Мысалы біз кезінде Роналдо мен Мессидің бірін-біріне жаңағыдай қандай қарсылас болғанын көрдік. Анау Жозе Мауриньо Реал Мадридта, Гвардиола Барселонада жаңағы бапкер болған кезде не деген текетірес болды да, екеуінің арасында кәдімгі ел классика деп сол ел классика айтуға болады да, кәдімгі төбелес, анау Рамстарды білесің ғой, құрылыс кәдімгі анау Пуйолдардың кезінде ше қандай төбелес болатындығын еді. Сол футболды көруге болады да. Сағынады адам. Сағынады төбелес аз қазір. Қазір төбелесіңіз не? Вообще мынау анау фол дейді өзі, әр жаңағы фол да болмайтын болған қазір. Анау одан кейін мынау аутқа қарай допты кетіп қалады ғой. Аутқа жібермей ойнайды. Прям деген бір 25, бір 20 аут болады. Мен ана статистикасын қарап отырамын ойындардың. Зерттеп өзім қарап отырамын. Мынау кешегі Франциямен кімнің ойыны болды ғой? Жартылай финал. Португалия ма? Испания. Испанияның. Екеуінің ойыны кішкене қызық болды. Испания ойнағаны үшін қызық болды. Өйткені ол жерде анау жап-жас Ямал ойнап жатыр ғой. Көрдіңіз бе? Артқа пас бермейді. Кәдімгі допты алады, жүгіреді алға қарай. Сөйтіп ойнау керек қой. Мынау Англияның ойынын көрсең, айналып артқа береді. Сол Ямал деп жатсыз ғой, мысалы. Ямал 16 жаста ойнап жатыр. Қалай ойлайсыз, Қазақстанда қашан туылады Ямал? Біздің Қазақстанда Ямал туылмайды. Не үшін? Бізде инфраструктура өте төмен, бізде жемқорлық әбден жайлаған, білесің. Бізде футболға жан ашитын азаматтар өзі саусақпан санарлы ғой. Мысалы, Қазақстанда бір өсіп келе жатқан жарқын бір жұлдыздар болсын, болмаса жарқын бір ойыншыларды бірден академия қайрат алып қояды. Бәрін алып қоя береді. Мынау соңғы кездер қарап жүрсің, біздің Шымкенттен мүлдем ойыншылар шығып жатқан жоқ. Вообще мүлдем жоқ деп айтсам да болады. Өйткені бізде сол инфраструктура өте төмен, бізде де бір оңтүстік академиямыз бар, бірақ жаңағы Ямалдардағыдай мүмкіншілік жоқ. Бізде мысалы тек қана Қайраттың академиясында ғана жаңағы восстановление істейтін өздерінің арнайы аппараттар бар екен, капсулалары. Ал біздің оңтүстік академияда ондай капсула жоқ. Жоқ, мысалы айтып отырсыз, бізде инфрақұрылым онша емес, сол үшін деп отырсыз ғой. Бразилияда адамдар жалаңаш ойнап шығып жатыр ғой. Неге бізде мысалы бір баланы көреді, зор, давай осыны спонсор етіп Европаға апарып, бір академияға тапсырып деген нәрсе қашан болады бізде? Вообще мен көрмеген ондай нәрсе жоқ бізде. Бір емес 0 десек те болады ондай нәрсе. Жоқ, ондай бар екен. Испанияға барып арнайы академияға өзінің баласын беріп жатқан бір кісіні көрдім, естідім. Кәдімгі өзінің қалтасынан жаңағы пәтер ақысын төлеп футболға. Бірақ ол жаққа мен осы баламды футболға алып келдім деп алып барсаң, академиялар қабылдамайды екен. Ол жаққа бір түрлі себептер айту керек екен. Енді жаңа өзің айтып жатсың, Бразилияда неге ондай емес? Бразилияда күнкөрістің қамы екен бұл.
күн көрістің қамы. Футболшы болсаң болды, күн көріс. кедей болмайсың. Бізде мысалы үшін Шымкентте кішкене футбол ойнайсың, аяғынан бір-екі тепкеннен кейін болды. Кетесің, барып поляға барып дарбыз егесің, болмаса жаңағы басқа да ақша табудың жолын қарастырасың. Футболмен кім бала-шаға бағыпты деген нәрсе бізде қалыптасып кеткен. Өзің білесің, футболшылық спорттық ғұмыр өте аз. Қанша жыл ойнайды? Бір 10-15 жыл ойнай ма, ойнамай ма? Бізде 10 жыл шығар бізде, Қазақстанда. А Европада көресіз. 20 жылға дейін барады. А біздікілер білмеймін, 30-дан кейін уже түсе бастайды. Спад түсе бастайды. Мысалы, былтыр Асқат Тағабергеннің ойыны қандай керемет еді. Чемпиондыққа бірден-бір үлесін қосқан Асқат Тағаберген еді. Тепкен доптары кіріп атушы еді. Биыл мысалы үшін кеше маусымның жартысы аяқталды. Бірінші круг дейді ғой, бірінші айналым бітті. Бірінші айналымда Ордабасы жаңағы өзінің титулын қорғап тұр әзірге. Бірақ Асқат Тағаберген голы жоқ. Тып-тыныш дейсіз. Тып-тыныш. Бізде мынау екі флангымен ойнап, Асқатқа ортадан пространство ашып беруге тырысады да. Оны бүкіл Қазақстанның несі жаттап алған уже ол уже удар бар, тепкізу керек оны. Сондай. Иә. Енді Европаға қайтсақ, мысалы, ертең финал. Финал туралы пікіріңіз. Мен енді өзім мына Англияға өкпелімін ғой, айтып отырмын ғой. Мен Англияның ойынына вообще өкпелімін. Мен ертең Испания жеңеді деп ойлаймын. Енді ой жерде бір ауыр есеп болмайтын шығар бір. Білесің ғой, бір нөл қылады, сонымен айналып артқа беріп, бүйтіп аяқтап бітіреді. Мен кеше үйде өзім жаңа қызғалтақ дейді Нидерландыға кәдімгідей жанкүйер болдым. Енді мен де сол ұтса деп тұрдым. Тіледім соны шығып кетуінші. Өйткені финалда осы екеуі ойнасыншы дедім, қызық болсыншы дедім да. Мынау осы турнир басталғалы жаңа Саутгейтке в общем бүкіл Европа, бүкіл дүние жүзі уже оған. Әлем қарсы ғой оған. Раз емес, ол бірақ өзінен сол бір по-любому істеп жатыр. Финалға шықты уже. Финалға шықты, қатарынан екінші мәрте көрсетті. Мен бекерге жүрген жоқпын, жігіттер деген сияқты. Жоқ, дені сау адам Решфорд сияқты футболистті тастап кете ма? Решфордты тастап кетті. Мысалы, түсінбеймін. Грилиш деген. Енді Грилишті жаңағы алқаш деді жаңағы сол себеп тастап кетті. Бірақ енді Решфордтың келетін жөні ғой енді. Ол қанша айтқанмен Решфорд қой ол. Түсініксіз. Англия, мен ойлаймын, не үшін шықты? Бір игрок решат етіп жатыр да. Мысалы, Сака гол ұрды деген сияқты. Бір игрок бірдеңе істеп жатыр, болды. Сонымен голды ұстап отыр. Мысалы, схемамен ойнап, бәрі схеманың балдары ғой. Почти. Ситиның жігіттері бар, схеманың Арсеналдың жігіттері десе. Арсеналдың жігіттері бар. Андай, по-любому бәрі схемамен ойнайды. Наха кеп уже ондай ойын жоқ. Испания мен кеше көбісі айтты, Испанияда Педри жоқ, анау жоқ, манау жоқ, по-любому ұтылады Францияға деп. Ал мына жерден келді да, бір 16 жасар бала, жігіттер деді. Ағалар мен бармын деді. Кешегі жартылай финалының ойында байқасаң, Ямалды сындыруға тырысты да. Ямалдың аяғынан тепті, тізесінен тепті. Соны ертеңде соны ағылшындар қайталайтын шығар деп өзім ойлаймын. Оған өзі арнайы бір нұсқама беретін шығар оны жаңағы жабу үшін. Бірақ Ямалдың соққан голына өте қуандым мен. Өйткені Ямалдың әрбір сөйлеген сөзі, болмаса жүрген жүрісі, басқан қадамы рекорд болып отыр еді ғой. Жаңағы голды пас берді, енді рекорд лайық еді ол. Лайық еді, иә. Енді тағы да бір Ямал шыға ма, 16 жасында шықпай ма, ол енді белгісіз. Қалай ойлайсыз, турнирдің ең жақсы футболшысы Ямалға бере ме? Турнирдің жақсы футболшысын бермеуі мүмкін, бірақ турнирдің нейді жаңағы, осы турнирдағы жаңағы жарқыраған жұлдызғы деп беруі мүмкін. Кімге береді деп ойлайсыз турнирдегі ең жақсы футболшы? Бұл енді ертең финалдағы мәселе шешеді деп ойлаймын. Кім чемпион болады? Мен Англияда көріп отқан жоқпын, ешкім бүйтіп жарқырын ойын көрсетіп отыр. Енді чемпион болса, соған беруге тырысады ғой. Джуд Беллингем. Джуд Беллингем бар, жаңағы олардағы өте трансфер қымбат. Тағы кім еді? Ана жаңа Ситиде ойнайтын. Фоден. Солар өте қымбат ойыншылар ғой. Мысалы, осы Евродағы ең қымбат құрам ғой. Кім жаңа Англия құрамасы. Солардың біреуі алу мүмкін. Мысалы, кеше кімге салды ғой? Словакия салды ма? Қайшылап теуіп кім? Беллингем. 93 па, 94-те ме? Сол кезде ұтылып кететін команда еді ғой негізі. Сол кезде өзіме шығып кетсін деп тұрған едім. Соны мүмкін сондайларды ескеріп, ертең чемпион болып кетсе,
соған беріп жіберуі мүмкін ба. Бірақ енді жаңағы осы турнирдің жарқыраған жұлдызы деп Ямалға беру керек деп ойлаймын. Ал енді ар жақта Копа Америкада болып жатыр. Копа Америкада қазір Аргентина финалға шықты. Колумбиямен шықты ғой. Колумбиямен шықты. Кеше Нунес қырласып, төбелесіп, бірге бір шығып. Мен шынымды айтсам көрмедім. Мен тек қана жартылай финалда Мессидің гол соққан сәтін көрдім. Ал кешегіде мен негізі Уругвай жеңеді деп мен де Уругвай жеңсін деп болжам тұрдым. жасаған едім. Бірақ Нунестің ана істеген тірлігі білмеймін. Көрмедім, шынымды айтсам. Ол трибунаға шығып, ұрып, короче, сондай нәрсе болып кетті датама. А финалда не болады деп ойлайсыз? Аргентина ала ма? Аргентина алу керек, өйткені Аргентинада тәжірибе бар. Месси бар. Месси бар, иә. Аргентинаның Месси бар ғой. Жаңағы Уругвай шыққанда мүмкін кішкене қарсыласар ма еді. Енді мен Колумбияда енді Шили айтқан ойыншылар тани бермеймін. Бірақ енді өткенде салыстырып жатыр өздерін мынау Евро чемпионатымен. Оның ойындарын қарап отырсам, бір 16 мың кәдімгі біздің Шымкенттегідей жанкүйер жиналады екен ол жерге де. Болмаса білдей бір жаңа құрлықтық чемпионат болып жатыр ғой. Бірақ мына Европадағыдай емес та. Европа мейрам. Европа ғой, ол футболға басқаша көзбен қарайды, олар европалықтар. Сол үшін адам көбейеді ол жақта. Мысалы, қазір Мессисы бар деп отырсыз Аргентинаның. Ал бұдан 4 жыл алдын, или қанша жыл алдын Аргентина чемпион емес еді, іс жерде алмаған еді. Ал мен көп адам спорласып, неге Месси мықты болса Аргентинада ештеңе алмайды деген әңгіме айтатын еді. Копа Американы алды, финалиссиманы алды, чемпионат мирді алды да, и Роналдоның армиясы әлі мойындамайды. Ол өзі дүние екіге бөлініп кеткен ғой, біреуі Роналдо, біреуі Месси деп. Енді ол біздің менің замандастарым ғой, негізі көбісі сөйтіп бөліседі. Мен мысалы үшін Месси деп айтам, менің жаңа жолдастарым Роналдо деп айтады. Маған Роналдоның жалпы өзі де стильді ұнамайды маған. Сырға тағады, ана бір істеген тірліктері бір жаңағы еркекке тән емес. Жоқ, енді ол стадионнан, футболдан тыс емес, футболдың ішіндегі ойынға мән беру керекпіз да. Ал Мессиді айтады ғой, анандай ол там еврейлерге көмектеседі, деген әңгіме өте көп. Ал футболдың ішін сөйлесетін болсақ, мен әр подкастта айтып жүргем, Роналдоның бәлешіктерін де айтам. Роналдо номер 1 спортшы болса, Месси номер 1 футболшы деп айтам. Кім еді? Пеле ме еді? Өзге ғаламдық деп айтқан Мессиді. Енді Мессидің қарасаңыз, Барселонада жүрген кезінде де, мынау Аргентина құрамасында ойнаған кезде де өте жақсы ойнайды, Роналдо сияқты емес та. Енді Роналдо да өзіне лайық өте мықты ойыншы. Бірақ маған Роналдоға қарағанда Мессидің командаға көбірек пайдасы тиген деп ойлаймын. Әрі тие беретін де шығар, мүмкін ертең жаңағы Копа Американы алып жатса. Қалай ойлайсыз, футбол тарихында ең мықты гол сіз үшін қайсысы? Мен енді футбол тарихын мынау 2000-нан бері қарай айтайын, 2000-нан ары қарайларын шілей біле бермеймін. Мен 2000-нан бері қарай Ривалдо, бразилиялық Ривалдо деген ойыншы Барселонада ойнаған. Сол Валенсия қақпасына мынау 16-ның сыртында тұрып, кәдімгі көкірегімен тоқтатып топты. Қайсылап теуіп гол салған сәті бар. Сол сәт мен үшін өте үздік гол деп ойлаймын. Үздік гол сол. Сіз үшін қайта көруге лайықты ойын? Былтырғы Ордабасы менен Шахтердің ойыны. Қайта көруге болады соны. Соны мен мысалы үшін 20 жылдан кейін болса да, 30 жылдан кейін болса да қайтып көргім келеді. Мен ойладым, Дания мен Қазақстанды айтасыз ба деп. Жоқ. Мен өзің байқасаңыз, мынау біздің комментаторлар, спорт шолушылары кешегі Данияның әрбір ойынында соны тығады да. Әрбір ойын уже құлаққа мажол болды шыны керек. Біз ұтқан ек мынаны деп. Біз үйткенек, біз бүйткенек, бір тепкен кезде үйткен еді, бүйткен еді деген мәселелер көтере береді. Бұл енді әлі бір 10-15 жыл айтатын шығар енді, Құдай біледі. Арманымыздағы команда. Арманымдағы қақпаға Эдвин Ван дер Сар, анау екі қорғаушы. Немания Матич пен Карлос Пуэл, мынау Кафу, одан кейін мынау оң жаққа кешегі недегі ойнап жүрген, атын ұмытып қалғанын қараңызшы. Кімде? Мынау неде ойнады ғой?
прямо Барселонада ойнады ғой, шабуылға қосылып қайтып келіп ойнайтын қорғаушы бар еді ғой. Иә, Альба. Альба. Иә, Альбаны қояр едім. Орталыққа Ривалдо, Рональдиньо, одан кейін негізгі жаңағы орталық мықты қорғаушылардың бірі кім болды ғой біздегі? Мынау Асқат Тағабергенді қояр едім, енді Қазақстаннан бір адам қояйын. Шабуыл шебіне орталық шабуылшы ретінде Суарес, одан кейін мынау оң жақ бетіне Месси, сол жақ бетіне Решфордты қояр едім. Тренер кім? Тренер сэр Алекс Фергюсон. Олсыз болмайды дейсіз ғой, серсіз. Иә. Енді сізге соңғы сұрақтар. Так, оң аяқ. Оң аяқ. Батырға оң қайсы, соң қайсы дейді ғой. Оң аяқ меніңше Суарес шығар. Сол аяқ. Сол аяқ енді Месси ғой. Ең жылдам. Ең жылдам Мбаппе ғой. Гальядор. Левандовскийді алсақ та болады Гальядорға. Гальядор, Левандовский. Иә, Левандовский. Маэстро. Маэстро ойынды ұйымдастырушы ма? Иә. Әрине Иньеста ғой. Футбол IQ. IQ деген жаңағы ғаламат жаңағы ойынды ұйымдастырып беретін. Басы қатты істейтін футбол. Басы қатты істейтін, меніңше ол Бекхэм шығар деп ойлаймын. Өйткені Бекхэмнің білесіздер ғой, прострелдері мына бұрышқа кәдімгі қолмен қойғандай апарып беруші еді ғой. Мотор. Моторы кім ғой? Анау Рамос деген қорғаушы бар еді ғой, сол мотор еді ғой. Теуіп жығып, болмаса ұрып кетуші еді ғой. Иә, достар, сонымен қоштасамыз. Біздің подкасттың соңына жеттік.